Қазақтың белгілі ақыны Сәбит Баймолдин 1942 жылы 5 наурызда Байғанин ауданы Қарабұлақ ауылында дүниеге келген. Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. 1964 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін, кейін Қазақ КСР ғылым академиясы Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының аспирантурасын бітірген. Жоғарғы оқу орнын бітірген соң Байғанин ауданының Байғанин орта мектебінде мұғалім, оқу ісінің меңгерушісі, директорлық қызметте болды. Бұдан соң Республикалық Қазақстан мұғалімі газетінің Батыс облыстары бойынша меншікті тілшісі, Батыс Қазақстан теміржол басқармасының органы Стальная магистраль Болат жол газеті редакторының орынбасары, Ақтөбе облыстық кітапқұмарлар қоғамы басқармасының жауапты хатшысы, Республикалық Егемен Қазақстан газетінде бөлім редактор болды. Алғашқы өлеңдер жинағы «Жер мекен» деген атпен 1966 жылы жазушы баспасында жарық көрді. Одан кейін Қырда туған 1967 жылы, Монолог 1969, Қызыл іңір 1971, Сағыныш 1976 жылы, Талкеме 1988 жылы өлең кітаптары жарық көрді. Тақырыбы жағынан сан алуан болып келетін Сәбит Баймолдин өлеңдері авторлық өзіндік қолтаңбасына тән ырғақ ұйқастармен ерекшеленеді. Ақын өз туындыларына замандастардың болмыс бейнесі, тыныс-тіршілігі, моральдық және азаматтық бағыт-бағдары турасында ой толғауларын арқау етті. Сәбит Баймолдин 2000 жылы 9 желтоқсанда дүниеден озды. Мен қайдан алды десе сөз ағынын, бар менің өз асқарым, өз алыбым, мұхиттарға шығатын кемелердей, өз атым бар, Ақтөбе қазағым.